Ертең қазақ елінің футболшылар әлем чемпионаты іріктеу кезеңіндегі соңғы кездесуін өткізеді. Соңғы түйенің жүк ауыр демекші, жауапкершілігі жоқ болса да, соңғы ойын біздер үшін сынақ болғалы тұр. Әсіресе бас бапкер үшін. Талғат Маруаұлының мәселесі осы ойыннан кейін шешілуі әбден мүмкін. Егер өткен турдағыдай жігіттер келісті ойын көрсетіп жатса, келісімшарт мерзімі ұзарады. Ал команданың кежегесі кейін тартса, шетелден бапкер шақыртқысы келгендер қол соғып қуанады. Қарсылас осал емес, Еуропаның белді құрамаларының бірі Бельгия. Байсуфинов бұл ойынға тас түйін дайынбыз дегенді айтады. Бельгияның күшін білеміз, бірақ бізге қанша рет айтып отырмыз, бізге игровой дисциплина, игровая стабильность деген нәрселерді ұстап отыру керек. Сопернигіміз қалай ойнайды, оны біз олай қандай мүмкін береміз, солай ойнайды деп ойлап отырмыз. Солай айттық балаларға. Әрине біз түсініп отырмыз, біздің ойымызды қарап, голын досконально изучить етіп отырғанын. Енді бізге де сол қызық болады, қандай мүмкін береді екен бізге. Бірақ біз өз стратегиямыздан шықпаймыз, сол ойынымызды ұстап, сол ойынымызды көрсету керекпіз. Ескертулеріне байланысты ертеңгі ойынға Бақтияр Зайнуддинов пен Исламбек Қуат қол ұшын бере алмайды. Ал Нұралы Әліп алғашқы минуттардан алаңға шығуға дайын. Яғни Зенит қорғаушысы жарақат алды деген жел сөз екенін футболшының өзі айтты. Мен де өзімді түсінбедім, неге жарақат деп салып жатқанда, менде жарақат жоқ, бәрі нормальный. Ойыннан кейін доктор хабарласты, қалайсың деп айттым, жарақат жоқ, дайынмын, екі ойынға да толықтай. Бельгиямен матчта бас бапкер айтты ғой, өзіміздің ойынымызды ойнаймыз, сол төрт защитникпен жақсы ойын көрсетеміз деген үміттемін. Бельгия құрлықтағы беделді құрамалардың бірі дегенді айттық, бірақ футболшыларының артық аяғы немесе қос қанаты жоқ. Сондықтан жігіттер жасыл алаңда жанын салуы тиіс. Ал бас бапкер Талғат Байсуфинов шәкірттерінің жігерін жанып, намысын қамшылай алады деген сенімдеміз.